Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі бөліскім келген тағам түрін кәріс елдерінде требуха деп атайды, ал біздің оңтүстік өңірлерде бұқтырма дейді. Дәмі тіл үйірілетін осы бір тағамның түрін жасалу әдісімен бөлісе кетейін. Мен бұл тағамды сиырдың ішектері мен қарнынан жасайтын боламын. Ең алдымен ішек қарынды қажет емес артық заттардан тазалап, бір қайнатып алатын боламын. Суытып өзіңізге ұнамды формада турап алсаңыз болады. Қазанды қыздырып, сұйық майды құйып, туралған ішек қарынды саламын. Араластырып керекті дәмдеуіштерді тұз, кристаллик, паприка, лавр жапырағы, соя соусын қосып, газдалған су құйып бұқтыратын боламын. Газдалған су қатты етті, ішек қарын болмасын, барлығын жұмсартуға көмектесетін болғандықтан мен осы лайфхакты жиі қолданамын. Судың барлық жағына барғанын қадағалап, араластырып, қақпағын жауып, орташа баяулықтағы отта 40 минуттай бұқтыратын боламын. Бұқтырылғаннан кейін түсі, түрі өзгеріп, иісі керемет болып шығатын болады. Дайын болып қалған уақытта қақпағын ашып араластырып аламын. Өзіңізге ұнаған көкөністің түрін пайдалансаңыз болады. Мен қолжетімді көкөністерді пайдаландым. Пиязды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Картопты да ұсақтамай ұзын-ұзын етіп турап алатын боламын. Және үстіне қатырылған дайын подливка салатын боламын. Жасалу әдісі каналымда бар, сақтап алсаңыздар болады. Қақпағын жауып, енді 30 минутқа бұқтырып аламын. Қақпағын ашып жиірек араластырып тұруды кеңес етемін, өйткені астына от тартып кетуі мүмкін, қазаныңызға жабысып қалмасын. Мінекей осылай дайын болған кезде сорпасымен сочный болып шығады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Өзіңізге ұнаған подачамен ұсынсаңыз да болады. Егер де рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Менде пайдалы ақпараттар өте көп. Қолдап жатқан жандарға алғысымды білдіремін. Үлкен рахмет. Ал сіздерге ас болсын.